Айнұр соңғы күндері түсінде түсініксіз дыбыстарды естіп жүрді. Бөлмесіндегі шкафтың есігі сәл ашылып қалғандай көрінетінде, ішінен әлсіз сыбдыр естілгендей болды. Ол әрқашан жай ғана елес шығар деп өз-өзін жұбатып, ұйықтап қалуға тырысатын. Бірақ бұл дыбыстар күн сайын жиілей түсті. Бір күні түнде Айнұр ұйықтап жатқанда, кенет әлдебір жеңіл сыбдыр естіліп, көзін ашып қарады. Бөлмеде тыныштық орнағанымен, шкафтың есігі баяу қозғалып, сәл ашылғандай болды. Айнұрдың жүрегі дүрсілдеп, төсегінде қатып қалды. Шкафқа үңіле қарағанда, қараңғыда әлдекімнің көздері жарқырап тұрғанын байқады. Ол орнынан тұрмастан, жанындағы телефонды алып, жарық шамын жақты. Бірақ бөлме жарықтанған кезде ештеңе көрінбеді. Шкафта жабық тұр еді. Бәрі менің елесім шығар деп ойлап, жарықты өшіріп, қайта ұйықтамақ болды. Бірақ ұйқыға енді кеткенде шкафтағы сыбдыр қайта басталды. Таң атқанша ұйықтай алмай, таңертең бәрін анасына айтып берді. Анасы күліп: "Қызым, қорықпа, ештеңе жоқ. Мүмкін шкафтың іші бос емес шығар" деп сендірді. Бірақ Айнұр күн сайын сол қорқынышты сыбдырды естуден жалығып, шкафты тексеруге бел байлады. Кешке тағы да шкафтан әлсіз сыбдыр шықты. Бұл жол шыдамай шкафтың есігін аша салды. Ішінен ештеңе көрінбеді, бірақ кенеттен әлдебір суық желдің лебі бетіне тиді. Шкафтың түбіне қарағанда, қара көлеңке ішінде жатқанын байқады. Қараңғы түбінен әлдебір салың қол оны ұстап алып, жай ғана: "Мен әлі де осындамын" деді. Айнұр қорыққаннан артқа шегінгенде, шкафтың есігі қатты жабылып, бөлмеде түсініксіз суық сезім қалды. Сол түннен кейін Айнұр шкафты ашуға батылы жетпей, тіпті бөлмесінде де қалмайтын болды. Енді шкафтың жанына жақындағандар оның ішіне сыбдыр естіп, әлдебір көздің қап-қараңғыда бақылап бақырайып тұрғанын көретін болды.